Сәлем достар! Химияны нөлден бастап үйренгіңіз келсе және химия есептерін нөлден бастап өте түсінікті, өте қарапайым тілде шығарып білгіңіз келсе, менің видеоларымды соңына дейін көріңіз. Сіз міндетті түрде өз еркіңізбен шығара алатын деңгейге жететін боласыз. Бүгінгі есебіміз оқырманнан келген сұрақ екен. Яғни берілген есептің берілгені мынадай. Осындай газдар қоспасы берілген, көлемі 10 литр. Оттекпен әрекеттескен кезде оттекпен жаққанда дейді осы қоспаны, оттектің көлемі 8 литр дейді. Яғни бастапқы қоспадағы газдардың көлемдік үлестерін анықтау керек екен. Ең бірінші есеп шығармастан бұрын біз осылай берілген шартын жазып алайық, өйткені берілген шартты жазу өте маңызды болып табылады. Біз есепті шатаспай дұрыс шығару үшін оның берілген мәндерін дұрыс жазуда өте дәлдікке алып келеді. Қараңыз, мына жерде берілгендерін жазып алдым. Мінекей В деп көлем. Мына жерде газдар қоспасы болғандықтан жақшаның ішіне 2 газ берілген, яғни метан және де СО көміртек газы. Көміртек оксиді эквивалентті оксиді делінген. Екеуінің 2 газдың қоспасы, яғни 10 литр екен. Және де онымен әрекеттесетін оттегінің көлемі 8 литр. Омега К дегеніміз, яғни бастапқы қоспадағы көлемдік үлес, К көлемдік үлес, яғни массалық үлес деп те айтамыз бұл омеганы. Көлемдік үлес дейтін болсақ, өзіме түсінікті болу үшін мен К деп қойдым. Көлемдік үлес, яғни бұл көлемдік үлес дегеніміз көлемдер арқылы үлесін анықтайтын боламыз. Яғни бұл жерде тек қана көлемдер туралы әңгіме болатын болады. Ең бірінші біз өзімізге қажетті реакция жазып алайық, яғни бұл жерде айтылған осындай газдар қоспасы оттегімен әрекеттескен деп тұр. Сондықтан да біз кез келген бір газды, мысалы мен метан газын алып, оны оттегімен әрекеттестіру реакциясын жазатын боламын. Мінекей реакция теңдеуі бойынша метанның жоғарысына 10 литр деп қойдым, алайда бұл метанның ғана көлемі емес. Бұл жерде газдар қоспасы метан және мынау көміртек оксиді, эквивалентті көміртек оксиді, екеуінің көлемін қосқан кезде 10 литр екендігі берілген. Және де оттегінің өзінің көлемі 8 литр. Енді дәл өзінің көлемі болғандықтан біз осы оттегінің көлемі арқылы зат мөлшерін тауып алатын боламыз. Яғни есептеуімізді осы оттегінің көлемі арқылы анықтайтын боламыз. Зат мөлшерін табу формуласы келесідей болады. Яғни нью тең В бөлінген ВМ формуласы. Нью деген зат мөлшері, В деген көлем, ВМ деген мольдік көлем болып табылады. Бұл тұрақты шама. Енді мәндерін қойып шығайық. Сол кезде В дегеніміз мынау көлемі, яғни оттегінің өзінің көлемі 8 литр. ВМ тұрақты шама, әрқашан тұрақты 22-де 4. 8-ді 22-де 4-ке бөлген кезде 0,357 моль болады екен. Моль болады. Енді осы зат мөлшері арқылы біз мынау метанның зат мөлшерін тауып аламыз. Өйткені біз өзінің жеке көлемін анықтау керек. Жеке газдың көлемін табу керек. Сол кезде оның көлемдік үлестерін анықтай алатын боламыз. Қазір мына жерде 10 литр ол жалпы көлемі, яғни ішінде тағы да басқа газ бар, яғни мынау СО бар екен. Сондықтан да осы арқылы біз метан газының молін тауып аламыз. Оны қалай істейміз? Химиялық реакция теңдеуі бойынша деп жазамыз. Сол кезде мынау реакция теңдеуіне қараймыз. Мынау метанның алдында 1 бар, яғни 1 жазылмайды, сондықтан да ештеңе жоқ. Бұны 1 деп аламыз. Мына жерде оттегінің алдында 2 коэффициенті тұр, мінекей 2 коэффициент. Сол кезде 1-де 2 жерге жазамыз. 1 болған кезде 2 болып тұр, яғни реакция теңдеуі бойынша. Неліктен біз химиялық реакция теңдеуі бойынша дедік, яғни біз реакция теңдеуі бойынша қараймыз деген сөз. Химиялық реакция теңдеуі бойынша 1-де 2 болып тұр, және де астыңғы бөлігіне 1 дегеніміз бұл метандікі. Метандікі, яғни химиялық реакция теңдеуі бойынша 1 болып тұр. Енді оның астына X деп жазамыз, өйткені біз метанның зат мөлшерін анықтап отырмыз.
Ал екінші жағына әрине бұл оттегінің зат мөлшері, яғни мынау тауып алынған зат мөлшері 0,357-ні жазатын боламыз. Бұл жерде қарапайым пропорция. Сол кезде мына x тапқан кезде x-ті тапқан кезде, яғни 0,357-ні 1-ге көбейтіп бөлеміз 2-ге. Сол кезде 0,1786. Яғни бұл бізде метан зат мөлшері, метанның зат мөлшері екен. Осы зат мөлшері арқылы өзінің көлемін анықтай аламыз, осы метан газының. Оны табу формуласы өте оңай. Мына жерде мына формуланы пайдаланамыз көлем табу кезінде. Көлем тең, яғни ню көбейтілген vm. Осы бір формуланы жаттап алсаңыз, түрлендіру арқылы табуға болады. Мысалы, осы бір формуладан зат мөлшерін таба аламыз, осы бір формуладан көлемді де таба алады екенбіз. Яғни осы көлемді жазамыз. В тең бізде мынау нью дегеніміз, мінекей мынау табылған 0,1786 көбейту vm деген тұрақты шама 22,4. Бір-біріне көбейткен кезде 4 литр болады екен. Яғни бұл жерде 4 литр бұл метандікі екен. Бастапқы газдар қоспасының көлемі 10 литр етін. Яғни біз мынау CO-ның көлемін анықтау өте оңай болып қалды. Яғни 10-нан 4-ті азайтқан кезде 6 литр екен. Енді көлемдік үлесін табу үшін бұл жерде көлемдерді бір-біріне бөлеміз. Өзінің көлемін жалпы көлемге бөлген кезде бізде көлемдік үлес шығады екен. Ал массалық үлесте де тура солай. Егер массалар берілсе, өзінің массасын жалпы массаға бөлу арқылы біз массалық үлесті табатынбыз. Бұл жерде енді көлемдік үлес болғандықтан тек қана көлемдер қатысады деген сөз. Сол кезде мына жерге жазайын. Яғни көлемдік үлес тең өзінің көлемі, табылған көлем, қараңыз, өзінің табылған көлемі мынау метан газынікі 4 литр болды. Енді бізде бастапқы қоспа 10 болды ғой, бастапқы газдардың көлемі 10-нан азайтамыз 4-ті, сол кезде 6 литр. Бұл 6 литр CO. Яғни 6 литр CO-нікі, 4 литр метан газынікі болды. Екеуін қосқанда 10 литр, яғни бастапқы газдардың қосындысы шығып отыр. Енді көлемдік үлесін табу үшін өзінің массасын, мысалы метандікі 4 болса, өзінің массасын бөлеміз жалпы массаға. Әрине көбейтеміз 100%-ға. Сол кезде 40% болады екен. Яғни бізде бұл метан газының көлемдік үлесі 40%, яғни көлемдік үлес деп өзі айтып тұр, көлемдердің қатынасы, екі көлем. Егер массалық үлес болғанда, онда массалардың қатынасын бөлетін едік. Ал екінші газдікі, яғни CO газ үшін өзінің массасы, өзінің көлемі 6 литр, бөлеміз жалпы көлемге, көбейтеміз 100%-ға. Тең 60%. Яғни екеуін қосқанда 100% болады екен. Мінекей осылай шығады. Яғни бұл жерде газдардың көлемдік үлестері 40% және 60% екен. Осы сұрақты қойған оқырманыма көп рахмет, және де назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сізге осы видео ұнаған болса, лайк басуды және де осы видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.